салайық соғып шапалақ. Ән саламын қуанамын, келді ағайын құдаларың, қарсы алайық соғып шапалақ. Құдалар келді құдалар, бірге болайық мәңгі құдалар. Құдалар, ізгі құдалар, тәңірім қосқан бізді құдалар. Жарқырап еді той думаным халқыма көрік. Асылдардың арнасымыз, тектілердің жалғасымыз, әрқашанда салтына берік. Асылдардың арнасымыз, тектілердің жалғасымыз, әрқашанда салтына берік. Құдалар келді құдалар, бірге болайық мәңгі құдалар. Құдалар, ізгі құдалар, тәңірім қосқан бізді құдалар. Atlas kalay, salam aleykum.
Мына осы екі жастың махаббат алауымен тұтанған кереметтей шаңырақ біздің неге бүгінгі той беріп жатқан Сыбайдай көкемізбен біздің ортамызға Марушадай анамыздың, Аякөздей апамыздың шаңырағы неге қызым есік ашып кетті деп, құдаларым есік ашып кетті деп неге біздің ортамызға дастархан жайып, даладай дастархан жайып, үстіне барлық тәттіні үйіп отқан жайы бар. Сондықтан да Алла деп азанайдан баралап па, ұл дедік қой беріп туған аманатқа, кешегі бабалардың ізін басқан біздің Тоққожа Балқы елінің, Сарғасқа елінің ұл қыздары саламат па? Амандасып алайын баршаңызбен, жал біткендей болмасын жаманатқа. Ассалаумағалейкум, сәлем бердім. Той тойлаған осынау жамағатқа деп бір амандасып алайық. Көке отырмаңыз, келді жайғасыңыз. Ассалаумағалейкум даналарым, біліммен созындатқан саналарым, армысың арқа сүйір ағаларым, бауыр десе жасайдың барамалын. Ардақты аналарым саламат па, абырайдың ақтуындай орамалың. Нартылғалы нағашылар орта толсын, жиеннің екетпейтін сұрағаным. Қадірлі жиен беле саламат па, сіздерге де атпасын бұраламын, сіздерге арнап талай жыр құрағамын. Бәрін айтта бірін айт той төріне, қош келдіңіз. Мың жылдық құдаларым деп бір болса қылай сіздерге. Алдарыңызға ас қойдың, екі қолды бос қойдық. Аспаңыздар, саспаңыздар,
бісміллә деп бастаңыздар. Осы мінеке бүгінгі кешке арналған дастарханның үстіндегі 8 түрлі салат, 9 түрлі тамақ арнайы сіздер үшін әзірленген. Сондықтан да келгеннен бірден сөздерін жағаларыңыздан алмайық, алдарыңызға ыстық шай ұсынайық, нандарды сылдырайық. Құдалар ыстық шай ішіп қарынға ел қондырыңыздар. Онан кейін барып таныстығымызды, табыстығымызды, ән жырымызды бастайтын боламыз. Қараңыздар, дастарханға ас болсын. Дастарханыңыздан болсын, екі жастың өмірі мәнді сәнді болсын дейміз. Салынлау келген адамдарыңызға нұр болсын. Әншіден қайсырама ән сұрады деген сондықтан біздің құдалар ас ауқаттан әзірленген деген сіздердің құрметтеріңізге келіңіздер. Мына қызметте жүрген ағалар, тоғашылар, інілер келіңіздер мына жерде. Мынау суларын ашып құдаларға, құдағайларға құйыңыздар. Арақ ішкен алқаш емес, мас болу мақсат емес дейді, бірақ дегенмен тойдың сәні алған. Сондықтан мінекей келіңіздер. Құдаларға, құдағай құдашаларға мынау тәтті сулардан құйыңыздар. Асқа дәмге қол жалғаңыздар, қарынға ел қондырыңыздар. Біздің құдалар қарынға ел қондырамды дегенше бәріміз құдалардың бетіне қарап отырмайық, үй алып тамақ жемей қалар. Сондықтан да ән сырғап берейік сіздердің құрметтеріңізге. Алып отырыңыздар. Ас адамның арқауы дейді, арақ оның тарқауы деп бір жерлерде алып отырыңыздар. Көрген таныс, үшінші көргенде аттан түсіп қол алыс дейдіген. Келіп отқан мән-жайларыңызды білеміз. Дегенмен түр-түстеріңізді, ат-саттарыңызды бірдінде біздің құдалар жақтан келіп отқан жаңа құдалар делегациясы. Біздің көкелерге бетіңіз ұрайық, өздеріңіз келіп отқан құдалар делегациясын бірдінде жақсылап, қысқа да болса таныстырып жүрсеңіздер, онан кейін осы сіздер құда болып келіп отқан, қызыл алып отқан әулетті Тоққожа балқылар әулетіміз жақсылап таныстырып болыңыз. бүгінгі жиналған мен жоғалтпай құдаларыңыздың туған ағасы боламын, атым Дүйсенбай. Мына кісі менің ағам жар болсын деген Ұшқылықта тұрады құдаларыңыз. Одан кейінгі жездесіміз Базарбай деген тоқа. Одан кейінгі менің екінші құда Медет деген Оразаннан таныстырсыздар. Оразаннан. Менің атым Дүйсенбай, Оңалбайдың туған ағасы боламын. Ұрығым Сарғасқа. Мына жігіт, осы әлемнің жорасы Артықбай деген бала, өзі Ұшықта тұрады. Одан кейінгі біздің туған жиен, Сәду деген тоқа жігіт, Сарғасқаның жиені. Одан кейін ағайын біздің, қолын көтер, Жыңғылықтан келген. Одан кейінгі бала менің үшінші балам. Құдағайларың азықты оны екінші ұсталады. Өтіген мына Қазақстаннан келген менің туған апам Айшагүл деген. Келеге түскен, келеге. Одан кейінгі Одан кейінгі Қазақстаннан келген менің ағамның келешегі жеңгем Роза деген. Адай
Odan keyingi mening apam, o da Qozog'istondan kelgan. Tanshagul degan. Odan keyingi kelgan Qozog'istondan oldi mening apam, Patchagul degan. Odan keyin Zanaga buna yezemning kelcheklar apamız Patchagul degan. Xalqi degan. Patchagul. Odan keyingi kelchek ağayımız Altın degan. Sarıqasqa. Odan keyingi kelchek bizim nағашымыздың келініміз болады. Нази. Zarafşan'dan geliyor. Odan keyingi ауылдан келген менің үлкен келінім Қуанышгүл. Odan keyingi үшінші келін өзіңіздер тақтан ішті. Аяқтарында қастық бар, өздеріңді тақтан жүрістер. Оңалбай Құдайменен мен Нәсіпе Құдағай бір орыннан тұрғызып көрсетіп қойшы осы кісілерге. Орындарыңызда тұрып, міне осы кісілер екеуі. Үлкендердің алдында Оңалбай Құдағай көп сөйлеуге жасқанамыз. Сіздің де аман болсын баспанаңыз. Мынау күн жоқ жерде отырсаңыз да бастағы қарашақпен шығып бастамаңызды көресіз. Әрқашан біздің Құда мен Құдағай күліп келген, сонау шұдықтай жолдан осында жүріп келген біздің Оңалбай Құданың шапқа киіп келгеннің себебі Нұртауда шапқа жауып жатқан біліп келген деп бір қосып бересіз. Ал енді мен мынау сіздердің қыз алған әулет таныстырмай тұрып, жаңа апамыз айтты ғой, келесі тамақ дайын ба, мына жерден алып алайық деп жатсыздар, ал келіңіздер, сондықтан әуелі құдалардан рұқсат алып, алдарыңыздағы мынау тартылған тойпалауды астына жинап алайық. Онан кейін сіздерге тағы да бір сыбаға тартылайын деп жатыр, дайын тұрған сияқты. Ал келіңіздер, үстел басын жақсылап жинап алайық, онан кейін сіздерді біздің Тоққожалар әулетін жақсылап таныстырамыз керек. Қуылдақ жатырған қашағыңыздар. Тамақтарды тастарыңға жақсылап жайғастырайық, онан кейін бір жатқасықты таңда жайын жарайын боламыз керек. Біздің құрылар мен құрағайлардың алдына келесі тағам қуырдақты жақсылап жайғастырған болсаңыздар, бағана тоқтаған жерімізден жақсылап жалғайық. Біздің келіп отқан құдаларды, құдағайларды жақсылап түртісін таныстырып өтті құдаларыңыз. Енді біз өзіміз таныстырайық. Мынау Айкеннің нағашысы, мынау өзінің атасы, мынау әпкесі, мынау ағасы деп өзіміз Тоққожа балықлар қайдастыр, келіңіздер. Ту көтерген Тоққожалар қайдастыр. Түгел болған бұл жағдайға құдаларға өзімізді жақсылап таныстырайық. Ассалаумағалейкум. Алшаққа дейін ағайын туыс, құда жекжат. Қош келдіңіздер, қадамдарыңызға жүрсіздер. Міне алысы, жақын атымыз деген. Құдалықтағы өмір болсын. Ал енді жаңағы өздеріңізбен таныстырып өтсеңіздер, біздер де осы әулетімізді таныстырып күшіне өтсек. Бірінші өзімнен бастайтын болсам, менің атым Қарижан, Тоққожа, Қазеге Сыйатанның інісі Қалбектің баласын, Оражанғанбыз. Қалбектің екінші баласын. Енді Сыйатан қайын шығарсыздар? Сыйатан? Бәрін танисыздар, Сыбайдың інісі Қалбек, Оражаннан, Ұрылы Тоққожа. Ол кісінің әйелі Ағипа, менің сіздер ұйғыр Шоқай, Оражаннан үшеубеден, жұбайы. Одан кейін Сыбайдың Үсен деген інісі бар, Теріғұттан, сол кісінің үлкен ұлы Азамат. 79 жылы Ұрылы Тоққожа, әйелі Тұрсынай, Тұпшақ, Теріғұттан. Одан кейін інісі Азаматтың інісі. Бұл кісі Запаралықта. Бұл кісінің жұбайы Зоя, Шөркілде. Одан кейінгі Сәген қанын шығарса бәріңіз саламаттағанды. Соятағының ағыз баласы, ағамыз осы жерде. Бәріңіз таныстар ма? Саламат аты. Бұл кісінің жұбайы Тойгүл. Неге таныстар? Сәтті мама аты. Әкейін таныстар.
Одан кейін Нұрхан. Бұл кісі Сыбайатам ең әулеттің үлкені. Сыбаят болса, одан кейін Бекежан деген құдаларымыз бар. Ана қайтын таниды, қора жылдан болса, әйелі Жұмагүл, оның баласы Нұрхан. Ең кенже олар. Шаңырақтағы қазір осы. Одан кейін бұл кісінің жұбайы келін істеді. Ақсана, Тұнбеттен Құшақ. Одан кейінгі Бекежанның ең үлкен ұлы бар. Бақытбек деген. Ол кісі қазір ауылда келмеді, ол кісінің жұбайы Гүлбира, аяқ тұттам. Көтеріп қой болыңыз. Оның қасындағы қызы, Балнұр, ең кішкентай қызы, Балнұр осы жерге тұрмысқа шыққан. Жаңағы күйеуі келді. Одан кейінгі Медет. Жаңағы Оразалы атамның баласы болса. Үсеннен кейінгі. Біздің өзі көрсетіп, 10-12-міз, оның өзі алтау жүрміз. Қыздарымыз бар. Ол кісінің жұбайы Құндыз. Келмейді. Келіп қолыңызды көтеріп қойыңыз. Бұл кісілер бұл жердің мезіне. Мынау біздің жұбайымыз. Аты қызы Ақсайдан, Мәдениет Ақсайдан, Жақан деген адамның қызы. Қият. Тағы кім қалды? Қалып кеткен ешкім жоқ па? Қалған таныстар ба? Танымағандар келіп танысамыз. Қош келдіңіздер. Кел, күләппен. Келіңіздер. Мансұр Құдағай таныстар ғой бәріміз, таныстар ғой, таныскастарымыз. Келіңіздер, бірақ кім бар? Жеңіс ба? Жиенің айында атыланбауыз. Мұндай не көрді? Ғажаптай қазір ең құдаларымызы құдалар келді. Құдаларының бұл жаңа танысы бар. Қазір көзге таныс өремесен артыңыз айтып жеңіз бағай? Кеңгегүл. Осы әулеттің құдағай, құдаша бұл кісі. Кешеге тұрған апамыздың маралашуының қайнақалары. Арқысы құдай құдаша сіздің артыңыз өмен? Өзінің танысып, адамның ең бәрі айтып жүрген. Мәжетіме жеңгелер болсын, танымаймысың керек. Танымай өзі танысам жа. Мәне? Өзіңіз танысып өтіп жатырмыз. Мәжетіме сізді айтып өтім. Ассалаумағалейкум. Құдақтан келген жағынан жен ағайын Құдай жегат. Қош келіпсіздер. Бүгінгі разында отырған шүкеміз мына жеріміздің бақыт тойы ғой. Бақыт құтты бола берсін. Мына тұққыжылар таныстырып өтетін үлкені мына Нағымет деген ағамыз кемпірі. Аты Үшкүл. Одан кейінгі кісі Ырысқұл деген жеңгеміз. Мырзабрат деген ағамыздың кемпірі. Одан кейінгі мына Нұрбек деген ағамыздың кемпірі. Одан кейін Күләш деген жеңгеміз. Тоққалабардың кемпірі. Одан кейінгі мына біздің жұбайымыз. Мына сіздер тоққалаған жерін болады. Басқаны дейсіз? Міне оған жігітті тоққалаған аты айып Нағымет деген ағамыздың баласы. Мынау жаңа Қалабаттың баласы нұр болды. Мен екі сағатымыз бар аяқтарым. Мына кісі Қауға деген бардар тоқылжанымыз. Жаңа күйіп сұр басқан. Енді мына нағашылар жаңа қарғасқаларды айтып қояды. Міне, үйдеген. Енді Нұрмай деген кісілер бұл. Қарғасқалар. Енді ала бәрімізден алдарымен барып. Енді өздерін танысыңыздар бұл. Одан кейін мәлесі бұл. Алға жетіп болғаннан кейін Қытайында не қойып тұр. Қашын айтпайсыз. Сіз қамал жеп отырсаңыз ол мен айтамын. Айтамын болған менің атыңыз. Бірыңғай танып алдық қой. Яғни құда мен құдағайды тұрғызып отқан себебім ең главный
Оңалбайда, айып біз құдағайлар көрмей қалдым деп жатыр. Міне құдағайыз. Алымдарына, елға жерде қойызға шырайдың осы олмен қызды тәрбиелеген қанатқа қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, аялап мәпелеп бойындағы барлық тәрбиесін берген осы бір ата-аналардың бір ыстық лебізін тыңдауға, одан кейін барып қожыққа ашып береміз. Келіңіздер. Неге осынау тірін сарайға ағай төсі жинап, әрбір қонағын сыйлап, қонағын қарсы алып, алтылашқа жар салып, бүгінгі қос перзентіне тамсанып тұрған мен ата-аналарды, арнайы бүгінгі тойымыздың иесі Сыбай атамызды, Мәруша анамызды, және Аякөз апамызды, және бейбіреу дейін сөйлетке күйеу бола атанып отырған күйеу боларымыздың ата-анасы Оңалбай құдаларымызбен Назипа құдағайларымызды біздің үлкендер атасы әжесі сөйлейін деп жатыр. Құдағайды өздеріңіз арнайлы ортаға шақырып жатырмыз. Ал келіңіздер кәне. Қатарға тұрып алыңыздар, келіңіздер. Ал қалған қонақтар, әпкелер, жеңгелер, орынға отырайық, абыр-жабыр қылмайық, келіңіздер. Тойды бір кісі береді, мың кісі атқарады дейді. Сондықтан да атқаруға келгендеріңізге мың алғыс, бірақ дегенмен өз орныңызға жақсылап отырып алайық. Ал құдалар қош келдіңіздер, қадамдарыңызға нұр жаусын, төрлеріңіз тұғырлы болсын deyip, мынау Жасылкелден мен Сыбай көкемнен бастағым келеді, бірақ дегенмен шаңырақ өзіміздікі, той өзіміздікі апа. Сондықтан да біздің төрімізге шығып отырған құдаларыңыздан сөз бастасақтар шығар, абайыңыз. Құдағай тойлап құтты болсын, қолдар бақытты болсын, армандаған ормандарына жете берсін. Не дейміз, жақсы күндер болсын да, тойға кетейік, тойлап құтты болсын. Жүз бақытты болсын. Құдағайымыз құтты болсын. Жас ұзақ болсын. Екі жас бақытты болсын. Қамыр деген майда біздің құда мен құдағай келді деп көңілдерін ашады бір қосылдыңыздар. Ал енді біздің той иесі деп мінекей осы Айкенди қызды тәрбиесін берген біздің бүгінгі әулеттің ақсақалы Сыбай атамыз деп айтсын. Құрметті қонақтар, алыс жақыннан деген ағайын туыстар, қайынжұрттарым, біздерді құрмет қылып келгендеріне үлкен алғысымды айтамын. Мына келіп жатқан құдалардың қарамы құтты болсын, дендері сау болсын, әйкені мен үміткей балаларымды ниетпен бақытты болсын өмірде, аңсаған армандарына жетсін, ешқандай қиыншылық көрмесін, дендері сау болып, ойнап қылып, құдалығымыз мұңдылдық, күйеулігіміз мұңдылдық болсын, дендері сау болып, осындай тойлап жүре берейік тойларда. Айтқаныңыз келсін. Құндақтап жерден жай берген, құйрықпен шайнап май берген, анаңдай ғазиз мейірбан табылар саған қай жерден дейді. Аналар аман болыңыздар. Енді мынау Айкеннің анасы деп ақжолықты ақсып берген өздеріңіздің құдағайларыңыздан тілектестіңіздерге. Рахмет. Бұл кісілер толқып тұр ағайын. Әрине бұл қуаныштың көз жасы. Көздеріңізден аққан тамшы тек қана қуаныштың көз жасы болсын көке. Байқап тұрмын, сізді түсініп тұрмын. Сондықтан да мінекей осы мінекей қыз ұзатылмай қалса, ұзатылған екен. Қыз отырып қалса жылау керек. Сондықтан да тегін тапса тегін бер дейді. Ата жолды жазғақ. Сондықтан да мінекей бүгін осы қыздарыңыз есік ашып келіп отыр. Өмірде өз тегін тауып отыр, оның өзі бір бақыт. Сондықтан да мінекей ата-ананың арманы ұлдың бағышанғаны, инабатты ибалы жақсы келін алған дейді екен. Ата-ананың арманы қыздың бағышанғаны, өз қызындай көретін құтты жерге барғаны. Ата-ананың арманы немересін иіскеп, ақ бесікке салған дейді екен. Сондықтан да мінекей Алла бұйыртса, немере шөбере тойларыңыз тойлап жүру нәсіп етсін деп қалайық. Той қуанышты болсын, төрлеріңіз торлы болсын, төрлеріңіздер.
Uzağa көп күттірмей, қадірлі ағайындар алдарыңызға бүгінгі айкен қыздарыңыздың есік ашып келуі, мейірбек ұлдарыңыздың күйеу сәлем деп жатырмыз. Сондықтан да есік алдына біздің айкен қарындасымыздың білегінен бірінші рет ұстап, епті жігіт атанған өмірлік жолдасы болып неке бүгінде шаңырақ көтеріп отырған мейірбек күйеу ұлдарыңыз келіп тұр екен. Жеңгелермен бірге той алаңына қарсылайық кәне. Біздің құдағайды айтып отқансың, ана жерге барған кезде көрдіңіз бе, басын біреу қаттырақ иіседі ма? Үстіне мініп алмайсың ба деп отқан шығарса ішіңізден. Тамаша, мінекей, мейірбек күйеу ұлдарыңыз келіп отыр. Мен ортаға арнайлап осы өмір жолдасы болған біздің айкен қарындас бар ма ортамызда? Келіңіз, екеуін бірге мына жерде, жұптары жазылмай жүрсін деп ортамызда бір бой көрсетіп қояйын. Айкен қарындасымызды ортаға қарсылай келіңіздер келin. Осындай жаңағы біздің айкен қарындас сияқты бір қыз сөйтіп қазір WhatsApp, Instagram дамып кеткен заманға мамасы айтты ғой, адыранға ағардымызды қашып кетіп жүрме, сөйлесетін біреу жарым болса үйге шақыр, танысайық, білсейік депті ғой. Сөйтсе қазіргінің заманның қыздары баланы шақырып кешке екен мамам танысам деп жатыр. Кіріп келе жатса жаңағы мамасы жүгіріп шығып айтып жатыр дейді, мынаны қаяқтан тапқансың, құлағы шұрттық, мұрны жыртық, бұны қаяқтан тапқансың десе, сыпыртып жатса құлағына жаңағы қыз мамасына қарап айтты ғой, мама айқайлап айта беріңіз, ол ешке естімейді деп. Ондайда құдай сақтасын деге. Біздің мейірбек бауырымыз жігіттердің төресі болып, жігіттердің серісі болып ортамызға келіп отыр. Осы екі жастың көңілдері көл болсын, сезімдері сел болсын. Алла бұйыртса, осы тоққожалардай, сарықасқалардай үлкен шаңырақта ел болсын деп қояйық керек. Ақырледік келіңіз. Ортамызда құдағайлар алып жеп отырыңыздар мына жерде. Сондықтан да бар, наным бар дегенше жеп тосайық деген екен баяғыда бір кісі. Сол сияқты мына жерде біздің құдағайлардың алып келіп отқан ортада ашатын, шашатын көрсететін заттар бар екен. Тоғыздар бар деп жатыр, соларды келіңіздер. Еттен ашып, ұсында келген мәмелікті көрсетіп, таныстырып, өз дегесіне табыстырып, біздің құдағайлар тыныш отыр. Әлі алаңдап отыр. Анақта балдар этикетісі жылып түсіп қадыр ертерек ашақ келіңіздер. Апалар жақын жайғасып отыр балыңыздар, келіңіздер. Біздің аналардың церемониясы басталайын деп жатыр, келіңіздер кәне. Бір ашатын адам, біреуін айтып тұратын адам шақырыңыздар, келіңіздер. Той құтты болсын, нақтыдағы үйіне білек қошын ашын бар. Қосаға ілу. Қосаға ілу күт, қосаға қандыреді ғой. Бір тоғыз. Біреу әкеліп тұрсың мұ? Мен де маған.
Aparıklı.
Апамда кезінде біздер сияқты әртіс болғанмен микрофон ұстасаңыз тұрмайды емес орында. Бірден жүгіріп кете бердіңіз. Мен де бүгін қуаныш
Сыбай көкемнің көңіліне қарап мен де толқып тұрмын. Тойдың ортасында асаба болып жорғадай болып жүртіп тұрмын. Сіздің билегеніңізге емес, мен мынау микрофон түсіп кетемін деп қорқып тұрмын. Бәрі болады осындай. Ал енді ашаттар бар ма? Шелмықтан келген құдағайлардың суға салшылар енді. Ұзынқұдықтан келген құда-құдағай, осы Нұртауда құда-құдағай шықсыздар, нақты неге, жеңіз. Үйімізде құда-құдағайлар. Құдам, Ұзынқұдықтан келген құда-құдағай, Нұртаудағы құда-құдағай. Ал келіңіздер, біздің күйеу түскен үйдің тамағы дайын екен. Сондықтан да жаңағы алдарыңызға тартылған той палаудың құрметіне, одан кейінгі тартылған құдаларға арнайы қуырдақтың құрметімен құдалардан бір әумин деп бәтесін алып алайын. Одан кейін қыз бен күйеу балаға рұқсат берейік, жаңағы сыбаға беретіндей күйеу түскен үйдің тамағы дайын екен. Бұл жерде көп күттіріп, асын суытып алмайық. Мен құдалардан өздеріңізден жас үлкен кім, жол үлкен кім ортаға шығарып әурелемей, өздеріңізден бір бәте алайын. Одан кейін ортаға шығып бір билеп, аяқ жазып антракт жасап алайық. Halkın bayrağını versin, yerden temsilini versin. Yavrularımız şahit olsun, burunlarımız mezun olsun. Rabbimizi sevinçli ballarımız baktı olsun, durumumuz durumumuz olsun. Yeni Rabbim, karın batası naygılık olsun. Sol bozmaz, yavrular. Kızlarımızı sıralım bakalım, halk gidiyor'a geldik. Cimsinde. Dağaylar, Türkiye çıkanlarımız kutlu olsun. Körpeşemizde oyuğlar at geldik. Bu oyuğda nişe türlü mağına var. Osunda oyuğu olsun. Aslında ne yaptım? Ne kelinim, Aykel baktı olsun, kaynım birge baktı olundan otağların biri sizlerin sağ olsun deyimiz.
сырғамды салайын. Өзіне жақын болсын деп, оңғыларынан бастап. Енді айтпақшы едім, өлең. Сәлпіл қайнапамызға кеп қалды, сосын өлең айтпақшы. Жеңгесі айтып жатыр, ойылы болсын дейді. Қонақтар келген кезде мейірбектің қошқары сойылы болсын дейді. Сырғасы сазын ағайындар, рұқсат беріңіздер. Опыртып бақтан түртесін бір гүл суындай мөлдір жылғадан сыңғырлап сұлу күлкісі күмбір сыңарын тапты сырғалым күлкісі күмбір сыңарын тапты сырғалым қолыңды сорап келіп тұр ботам кіршіксіз таза көңілмен ақ қосам ақ жарылқаған жолыңмен сөнге бөлеген сәулемнен сені іздетемін торыс қалып әпештен Айкен қыздарыңыздың сырғалым атанған құтты болсын деп көрімдік беріп, маңдайынан ескеп қойсаңыздар жарысады ағайындарған келіңіздер. Жүрегімнің бір шетін жылғандаймын, бір сәтке құлазып отырғандаймын. Айтыңдаршы ағайын, айтыңдаршы, көзіме жас алдырған бұл қандай күн. Үніне жүрегімнің құлақ түргін, мен бүгін қуаныштан жылап тұрмын. Құлағына кеп сырғаны таққан кезде қызымның бой жеткенін бір-ақ білдім дейді. Сонда бүгін біздің Айкен қарындастың бой жеткенін бір-ақ біліп, Сыбай көкеміз қуаныштан көңіліне жас келіп жатыр. Енді мына жерде мейірбек күйеулеріңізбен Айкен қыздарыңызға арналған шырындық торты бар екен. Сол осы екі жастың өмірі торттай тәтті болсын деп, шырындық тортын көпшіліктің алдында кестіріп алайық. Келіңіздер. Әрқашан жан өмірге қадамы сәтті болсын. Осы екі жас бақытты болсын дегендерлік ағайын. Шапалар қатты болсын, тұрды ұзақпайық. Мейірбек өзінің өмір жолдасы, өмірінің жан-жары, өмірінің бар мәні, бойдақ кезінде алтай күткен арманы Айкенге торт жеңіз батырға қайты болсын. Шықса маманы жегіздер оқысын. Бірінші адам қыз бергеннен басын. Үйге барып жегізер өксін мама. Өз арасыларын болды жоқ. Ал, әжесіне жегізсін шарындық торты. Ең бастысы анау жексін шарындық торты. Келіңіздер ғана. Амызға да шарындық торты жегізсін. Мейірбек өз жегізсін. Бәрдің айтын жегіз өрмей шығар. Қайда? Ең бастысы әжесіне жегізді ғой, атасы мен әжесіне. Көп уақыт алмай қояқ, мынау ас берейін деп отқан үйде күйеу түскен үйде тамағы дайын. Мына жерде ең басты екі жас бір-біріне жегізді. Ортада құдағайларға жегізді ең бастысы. Сонда да келіңіздер, мынау екі жас
Құдасы кеп, оңалмай құдаларыңыз кетті ғой. Енді мынау келіннің атасына топ жегізген ниет болады, ол өзінің баласы бар мындай жерде. Жегізе берсін ба? Апам жегізе берсін, жегізе берсін. Басқа бейден алады. Дұрыс. Ал мейірбек ұлдарыңыз, өзінің асқар таудай әкесі, біздің елге сыйлы болған оңалбай құдаға торт жегізді ағай. Сасқанма, қосқашты құрметпен қосталы, аталардың бақпадасын, әжелер жыры шашуыны шашып болға. Мейірбекте ұлдарың үйленбей жатса, Құдайы одан асқан бақыт бар ма, ортада айген дейін қардың шоғылалы шуағларын шашып тұрған. Ал ендеше қатыра қол соғай, қосылған бүгінгі қос, қашықтарға да қоя керек. Біздің жастарға рұқсат берейік. Сыбаға берем деп отқан үйдің қамыры езіліп кеткен шарапа ертерек барсын бұл кісілер. Келіңіздер, жеңгелері. Жастарға рұқсат берейік. Қалғандар биге шақырайық, бейін жалғаса берейік. Ал құдалар құдағайлар.
отырған құдалар құдағайлар болса келіп жақсылап жайғасыңыздар. Құдалар мен құдағайларға бірінші құйрық бауырды тартып алайық, әндетіп сәндетіп. Одан кейін бар болса сіздердің сыбай құдаларыңыздың інісінің балдарының атынан сіздерге арнайы шашлық дайындалып отыр. Оны қазір алдарыңызға тартып өтеміз. Келіңіздер. Құдалар түгел болған болса дастархан басына жақсылап жайғасайық. Алдарыңызға құйрық бауырды тартып өтеміз. Алып келіңіздер жеңгелер. тәттіған бақылайын деп жатыр. Анау өзі дейді, құдағайлар, неміс халқы, немістер білесіздер ме? Тамақ жеп болғаннан кейін демалғысы келеді екен. Біздің орыс халқы тамақ жеп болғаннан кейін айналып қайтады екен. Прогул жасайық, асқазанға ауырлық түсесінен жүріп айналып қайтады екен. Біздің мынау мұсылман халқы, қазақ, қарақалпақ, өзбек, қырғыз, жалпы біздің мұсылман халқы тамақ жеп болғаннан кейін тағы да бірдеңе жегісі келіп отыр. Сол сияқты мына құдалықтарда 4-5 тағам беріледі садақаға деген. Ал сіздің алдарыңызға ана той палау көрді, одан кейін қуырдақ тартылды. Енді сіздердің алдарыңызға әдемілеп шашлық дайындалып отыр екен. Сондықтан да осы сыбай құдаларыңыздың інісінің балалары деп біз ортамызға Үсен ағамыздың, Бекежан ағамыздың, және Қалбек ағамызбен Оразалы ағаларымыздың арнайы отбасы ошаққасының атынан дайындалған құдалар мен құдағайларға арнайы сыбаға шашлық дайындалған екен. Дайын болса алып келейік, тартайық ортаға. 1, 2, 3. Құдалар мен құдағайларға жақсылап ас тартылған болса, біздің осы жерде Аталастан ауылында өздеріне құдаларға ас беріп, алдына суыттырып қойып, өздеріне сөз бермей қойып, мына жерде құдағайлар біздің осы сыбай құдаларымыздың бауырларының атынан тартып жатқан асқа дәмге қол жылғаңыздар. Аталастан ауылында өздеріне осында келіп отырған көршілер, ауылдастар бар, кәсіптестер бар, сол кісілермен ортаға шақырып, осы кісілердің бір тамаша тілегін тыңдайық келіңіздер.
Allah'ın kaderli kudalarga degen tilek aytыңыздар. Біздің Сывай ағамызды, және де осы Маруша анамызды сыйлап келген, бармайым деген адамды да қинап келген, осы кісілер бәрі Ритабан басшылығында 200-дан жинап келген тапсырыңыздар. Мына жерде тұрған кісілер отырып алайық, келіңіздер. Жайға салыңыздар, ортаны ашыңыздар. Біздің құдағайлар жақсылап көрсін, мынау тойдан тоғылдай сый болсын деп, сыйлықтың үлкен кішісі болмайды деген сондықтан да мынау бүгінгі біздің Аякөз апамыз Маруша анамыз тойдан тоғылдай сый болсын деп арнайлап кішкентай сый сипаттар жасаған екен. Соны сіздерге өздеріңізге осылай бергеннен ортамызда қызықты сұрақ жауап болсын, жауабын тапқан кісілерге осы біздің анамыздың арнайлап ортаға алған сый сипатын өздеріңізге табыстайық. Келіңіздер, ортаны ашайық, құдағайлар көрсін ана кісілер. Келіп отқан қонақтар, апалар, көкелер бар. Апа, өмірде сондай кәсібилер бар. Ең көп айнаға қарайтын өмірде кім? Қыз бала, еркекте қарайды ма, оған да тұр көрген ба? Шофер деп келіңізге. Кім боламыз? Кім боламыз? Айкеннің жеңгесі ма? Тоққожалардың келінісі солай ма? Атыңыз? Зоя. Зоя жеңгесіне бір қол соқпаңыздар ағайындар. Өмірде ең көп айнаға қарайтын шофер ағайындырасың дейді қол соқпаңыздар. Енді айтма. Сен күйеуім шофер деп қанады. Күйеуім шофер деп сөйтіп тауып отырған. Әрмен қарай жалғаймыз. 90-дағы кемпірде не жоқ? Тіс 60-та түсіп қалады өзі. Мей жоқ деді. Мей бәрі адамда бар ма? Мей бойда да бар ма? Адам болмайды. Бұл адам. 90-дағы кемпірде не жоқ апалар? 90-дағы кемпірде не жоқ? Жоқ, тіс кеткен өзі. Протез тістің бәрі. Шаш бар, бір-екі тал. Тағыр деген сөз бар. 90-дағы кемпірде не жоқ? Yok, şallanla baslar beni şu. Kim yok? İşkim yok değil mi? İşkim ben cümlesi yok. Yok, olayımız ama. Bir dengesi yok. Şahın adamlardan 90'lar kim bir denge? Şallanmasın. Dursun dedim, benim var. Geliniz. Hayır, Ayken'in есік ашқанда келіп атсыз ба, бір шайдан базарға келатқан жасап, астында билек-билек сәді кетіп кетіп. Өпі! Құлала! Енден ұқсавады. Енден бір 50 грамм ішкен келіп савады қасқанда. Кім боламыз? Келін. Тоққожалардың келіні. Атыңыз? Тұрсынай, тоққожалардың керек, келіндер тауып байқап атсыздар ма? 90-дағы кемпірде не жоқ? Ене жоқ ағайын бір қол соқпайсыздар.
Біздің келесі сұрақ. Белі бүкір, алысқа түкір, мылтық ол не? Өзім айттым ғой. Белі бүкір, алысқа түкір, мылтық ол не? Белі бүкір, алысқа түкір, мылтық ол не? Кім айтты? Мылтық деп өзім айттым ғой. Қарындас сода деген мен. Тоққожалардың қызы ма? Қыздар мен келіндер актив болады, қалған білмеймін. Ал келіңіздер, білмегендер біліп жүріңіздер. Елі бүкір, алысқа түкір, мылтық ол? Ол жай ғана жұмбақ қояғайлар қосып ат шөп жей алмайды. Қандай ат шөп жей алмайды? Машина. Машинасыз? Сөз жүргені бар емес. Құдалар жақтан болсын. Ау, жоқ, өлген емес. Қандай ат шөп жей алмайды? Жоқ, суреттегі емес. Аба сондай ойын бар, бүйтіп ойнайтын. Қандай ат шөп жей алмайды? Суретекші. Әйтеуір амалап құдаға туырдады. Медет құда тауып отыр ағайындар. Қандай ат шөп жей алмайды? Шахматтағы ат шөп жей алмайды ағай болсам қойыңыздар. Мына ойыныңызға тармазақ салуға, мына жешем апарып бересіз, бір айтқаныңыздан шықпайды. Мына басыңызға тақия, астыңызға ат деп қойып кетсің. Ең соңғысы, қазанның орысшасы не? Қазанның орысшасы. Ау, доптыр сайдат, көкем доптыр сайдат. Тапқан-тапқандығы ешке баққандығы бар ма? Тойдың иесі бермейін деген әңгіме болмай қойса. Бір осы сығыны тауып отыр ортамызда. Сонда да қазанның орысшасы Ақтияр ағайын доптыр сайдат. Біздің барынша анамызға бұйырған екен. Бір жаулық, бір орамал осы тойдан болсын, немересінен болсын. Немере дейтін, сонда да біздің бүгінгі Сыбай көкеміз арнайлап немересінен ауыртпай, біздің барынша анамыз қайда. Ағамызға арнайлап деген орамал мен бір материал бөлек тұрмыз. Біздің көрімізге шығып отырған Мағады деген қазақта Ататүр бол сөйлеген емес, Анатүр қыз сөйлеген емес. Ататүр бол сөйлесе ер жеткені, Анатүр қыз сөйлесе бой жеткені. Бір өлеттен азамат ер жетіп, бір өлеттен ару қозы бой жетіп, сіз ойнасып, сәттесіп, шаңырақ көтеріп, екі ұлды дегенде бір дастархан аясына тоғыстырып, құда андалы отыр екен. Сондықтан мінеке бүгінгі біздің кешіміздің басты кейіпкерлері біздің арнайы қарасып келіп отырған маңжылды құдалар. Сондықтан да бірімізді бөле жармай бәрімізді бірге шақырайын. Біздің төрелі төрімізге шыққан құдалар, сарқасқалар түгелдей, мейірбектің ата әжесі, аға жеңге, әпке жеңгесі, біздің құданың досы бар еді, мына жерде жиендер бар еді, Қазақстаннан келген әпкелер бар еді, ешқайсыңызды бөле жармайын. Бәріңіз түгелдей ортаға шақырып, құдалардың ақ тілегін тыңдап беріңіздер.
қадірлі біздің құдалар қарасып келіп отырған төрелен төрімізге шыққан құдалар біреудің жасы үлкен, біреудің жолы үлкен. Өздеріңіздің реттеріңізге қарап үлкендерден сөз бастайық. Айтыңыздар. Ассалаумағалейкум. Нұрымтал жерінде және Құран алған жеріне барлығына жалпы сәлем. Бербатқа жүрегісіне Құран жақтары барлық қадамыз күтті болсын. Біріншіден не демекшін? Бүгінгі Бербатқа тойларыңыз, дәурендеріңіз сәтті болсын, құбырларыңыз мәнді болсын. Мінекі себепсіз екі баламыз қой. Екі баламыз бақытты болсын, өмірлі шүгірлі болсын. Екі жақтың қарым-қатынасы мәңгілік болсын. Бәріміздің отбасымызда той тамаша болсын. Рахмет. Сіздерді күтіп алып жатқандарыңызға рахмет. Біздерді жақсы, разымыз. Рахмет сіздерге. Ассалаумағалейкум. Ұзақ жақыннан келген ағайындар, бүгінгі себепшіміз бауырым баласының бақыт өмірін күйеуіп жатқан құдалар. Құтты болсын тойларыңыз. Тойларыңыз тойға салған дәмесін, дендеріңіз сау, өштерге келген ағайын туыс, бақыт жоқ қылғандар. Рахмет етім. Мінеке, құрметті қонақтар қалайық. Мына бүгінгі жиналып отырғанымыз, мына біздің жаңа Мейірбек пенен Айкеннің бас қосқан тойы ғой енді. Мына оңалбайжан Мәртипа төрге шыққандардың жандарын құтты болсын, дендерің сау болсын. Осы балдарыңның қызығын көре беріңдер. Мына құдалар, құдағайлар, мына балдарыңыздың қызықтарын көріп, рахатын көре беріңіздер. Жаңа құдаменен құдағайлар. Мына тойларыңыз тойғылата берсін, балдарыңыз бақытты болсын. Әрқашан өтеге той деп келейік. Біздер Қазақстаннан келген апалары боламын мына оңалбайдың. Осы той деп атсалысып келіп отырмыз жақсы ниеттеріңізге. Тойларыңыз құтты болсын, балдарыңның бақытты болсын балдарыңыз. Әрқашан той деп келе берейік. Құрметті қонақ құдағайлар, жалпы бәріңізге сәлем. Көрмегендеріңізге да. Бүгінгі отырыстың себебі менің бауырым жаңа Мейірбек пен келінім Айкеннің ата-аналарының қадамын басып келіп отыр ғой енді. Аттап келіп отқан қадамы құтты болсын сіздерге. Бізге келін құтты болсын, сіздерге күйеу құтты болсын. Жинаған терген әрқашанда тойға бұйырсын. Екі жақтың аузы-біршілігі мол болсын, дендеріңіз сау болсын. Екі жаққа да осы той құтты болсын, бауырларыма да құдағайлар. Дендеріңіз сау болсын да. Барлық кісілер қосылатындар ма? Билеуге де біреу жарым қасын деп атсыздар ғой, бәрін сөйлейді. Енді бұлай қылайық, мына жерде біздің Мейірбек бауырымыз сияқты бір жігітке мамасы күнде үйлен деп қоймапты ғой. Азанда сол әңгіме, түсте сол әңгіме, кешке сол әңгіме, ертеңіне үйден шығып кетті да 3 күн кетіп қалды далаға. 3 күннен кейін 3 қыздап қойыпты үйіне. Ал мама үйлен деп қоймадым, таңдап ал үшеуін біреуін деп. Сөйтсе, бірінші қыз әдептеген, сәлем берді деп иіліп сәлем сап кірді, ауыл жақтың қызы ау деймін. Екінші қыз, мынау ар жақтан ба, бөлек жақтан ба, ассалам деп басын иіп тұрыпты. Үшінші қыз табалдырықтың ар жағында тұрып, танымас, сыйламас деген, мен не танымаған адамға басым деймін деп, қолын беліне қойып қақиып тұра берді. Мама жарым сағат ойланды, қайсысын таңдасам екен деп. Сөйтсе бала айтпай, мама үйлен деп қоймадың, біреуін ал енді, орамал салып алып қалайық, беташар істейік деп. Мамасы ойланып отырып, анау табалдырықтың ар жағында қақиып тұрған қыз депті ғой. Бала ашуланмады дейді, мама, мына қыз ауыл жақтың қызы екен, иіліп сәлем берді деп сәлем сап кірді. Мына қыз да әдепті екен, басын иіп ассалам деп кірді. Ол қыз сізге сәлем де берген жоқ, әлем де берген жоқ, қақиып тұр.
мамасы айтады дейді, ана бәле уже менің нервыма тиді. Ондайда Құдай сақтасын деге. Біздің Қазақстаннан келген әпкелер бір екі қадам алға шыға ішкені. Сонша шақырым жолды арқаға тастап, шаруаны, әркімнің шаруасы басынан асып атқан заман ғой қазір. Сонша нәрсені тастап, осы бауырының қуанышын бөлісейін деп, құдалармен көрісейін деп сонша жерден келіп отыр бұл кісілер. Болмаса бұл кісілердің шаруасы өзінде жетеді. Сондықтан да мінеке келіп отқандарыңызға, қадамдарыңызға нұр жаусын. Алла разы болсын сіздерге. Мынау Қазақстаннан апалар, адамдар ауылға үш-ақ себеппен келеді екен, мен зерттедім. Бірінші себебі тісі қирап қалса стоматологқа келеді екен емделуге ауылда арзан деп. Екінші себебі ондайдан Құдай сақтасын, ағайын туыс тума туғанда азалығын болса қимастықтан келеді екен. Құдай сақтасын, бет аулақ ондайды. Үшінші себебі сіздер сияқты осындай бауырының үйінде қуанышты бөлісуге, ағайынмен көрісуге келеді екен. Сіздерге айтайын дегенім, әрқашан жақсылыққа бет бұрайық, жақсылық болсыншы деп тұрайық. Алдымызға қойылған нәсібені әрдайым бісміллә деп жеп тұрайық. Қазақстаннан туған жерге келер болса, осы біздің апалар сияқты тек қана тойдырма беріп тұрайық.
Al kelingizler. Sırtta durgan kişiler kire bersеңiздер болады, muzika to'xtadi. Kelingizler. Al sırtda durgan bolaqlar kelingizler, şeker o'zlarimizga jaslab joylasa, Xudo quvonchimizni әрмен qarай жалғастырайық, qana kelingizler. Шырдымен жайнайды, ошақ ұшырдымен қайнайды, ер азаматтың үшірті аман болса басынан бағдаймайды дейді. Содан да біз ортамызға келіп отырған арнайлар неге осы әулеттің нағашылары деп сарғасқалар келіңіздер генә қайдасыздар, түп нағашылар, сүт нағашылар, осында келіп отырған Айкеннің нағашылары, түп нағашылар, өздеріңізді ортаға шақырайық келіңіздер генә. Және осында келіп отырған ескі құда деп айтсақ аяқ болады, ежелгі байырғы құдалары бар осы әулеттің маңына. Осы біздің жаңа құдалардан алдын ойнап билеп қарсы алдық, сол кісілерді шақырайық келіңіздер генә. Бөле жармайық. Байырғы құдалар әулеттің. Және де нағашылар, сарғасқалар қайдасыздар? Нағашылар мен біздің байырғы құдалар жоқ па? Жоқ болса көп бөлемесін біздің тоқ қожалардың өздері шақырып бір тілек тыңдадық. Қазір 5 шамақтан кейін бәрі кетуге асығады, сондықтан да келіңіздер. Осы құдам келді, құдағайым келді деп дастархан жайындағы барын нарын алдына көрсетіп отқан біздің тоқ қожалар қайдасыздар келіңіздер гәне. Өздеріңізден бір тілек тыңдайық гәне. 2 жасқа деген, құдаларға деген гәне. Түгеліміз ба? Келіңіздер, алында бірігіп жүре берсін бәріштен. Келіңіздер. Біз үлкендерімізден тек басылайық неге. Берекелі тоғайда басын үйіп толтырар, берекелі ауылдың баталындана қарты бар дейді. Бұрынғылардың арты болған, өгбелердің қарты болған, бойына қазақ еліктің салты болған, қазақи сөздің қаймағын қалқы болған, белін жаса, басы ботқа дейдің, қолын жаса, жақсылығы жұртқа дейдің, біздің Асқардаулай әкелерден тек бастайық. Шамал арқа тұрғаныздар, құдалар көрсін. Бір қадам арқа тұрғаныздар, құдалар көрсін деп білерміз. Кім басты? Егжат Машаларына ассаламу алейкум. Сәке еңше тойларыңыз құтты болсын. Жастарыңыз бақытты болсын. Өмір жастар ұзақ болсын. Құдашылықтарыңыз оңжылық болсын. Құдалардағы төргі шыққандарыңыз құтты болсын. Әрдайым жүздеріңізден көк айырмасын, ауыз бірlikte болыңыздар. Жаман күндеріңіз болмасын. Тойыңыз тойға бассын. Ассаламу алейкум, бүгінгі құрметті қонақтар. Бүгінгі той баршаңызға құтты болсын. Мына шаңырақ көтерген 2 жастың өмірі мәнді, уақыттары баянды болсын. 2 жақтың ауызбіршілігін берсін, бір-біріне деген сыйластығы бұзылмасын.
ауызбіршіліктері суымасын. Құдаға жақын қайызда да шағайлар Бар. Бақ береке денсаулық тілеймін. Жазықтарыңыз мұңлық болсын, денеңіз сау болсын, ойнап Ассалаумағалейкум, тағы бір рет құдалар, ағайын туыс бауырлар, қош келдіңіздер. Міне бүгін жиналып жатқан себебіміз бәрімізге белгілі мынау қызымыздың жаңа шаңырақ көтеруі. Екі жас бақытты болсын. Әрқашанда екі жақтың көпірі мықты болсын, құдалықтары мыңжылдық болсын. Ата, әже, дендеріңіз сау болсын. Әрқашан мынау әулетіміздің басшысы болып жүре беріңіздер. Еш шаршамаңыздар, ауырмаңыздар. Не дейміз сау рет? Құдалар қош келдіңіздер. Мына құдалығымыз мыңжылдық болсын. Мына ата, ағайын туыс, інілерім, қарындастарым кеметтеп ренжімеңіз. Қазақстанда ертең келген тойларға келе береді. Барлығы атамдар, ағалар барлығы сәлем айтып жатыр. Мұңаймаңыз. Әрқашан сізбен біргеміз біздер. Мінекей келді, папам басшылық қып, Бекжағамда айтты, алыс жол. Не дейміз тағы? Әрқашан дендеріңіз сау болсын. Көргеніміз той болсын. Тағы да мына ағайын туыстар ата кішкене сыйлығымыз бар. Қалай? Конвертке салып келеміз. Табыстау рахмет. Сіздер қосыламыз ба? Әйел тыныш болса, әлем тыныш болады дейді. Осылардан сұрап алайын. Мыналарға айқай шығармай. Ол кісілер әйелдер апасы. Ал енді қалғансыздар қосыламыз, айтамыз ба? Қызым Айкеннің басы екеу болып, соған ат салысып отырған қайын жұртыма басымды иіп сәлем беремін. Алланың нұры жаусын. Сіздерде Алладан, біздерде қайтпаса Алладан қайтсын қызметтеріңіз. Мен риза болып соған айтайын деп тұрмын. Ата ене мынау Айкенді өз енесіне тапсырып, сіздер жатпасаңыздар өз қашып кетті ғой шайтан. Бақытына тылсын, жыламаңыз, тек тойларға жүріңіз, алдыңызда аман болыңыз. Түнде енем ауырып қалған, өліп қалатындай өліп қалған мен. Соны енем ауырмаңыз ешқашан. Сіз деп келіп отыр. Қайын жұрттарыңызға рахмет, құдалар қадамдарыңыз құтты болсын. Шашуымызды бердеміз. Рахмет барлықтарыңызға. Жүзіңіз дайын жарқын болсын, өнерпазды қолдайтын халқын болсын, бұзылмаған осындай салтын болсын, дайым құлақпен қолға толтырып таққан осындай алтын болсын болса Аллах, біздің апамыз бен көкеміз сияқты бір көкеміз бен апамыздың қызы қашып кетіп, айдалада жалғыз үйдіратын жапан түсте атарға келін болып түсті ғой. Сөйтсе ізінен ағасы мен жеңгесі жіберудің орнына әкесі мен шешесі өзі қуып барды, қайтсек те алып қайтамыз. Біздің атарға келетін қызымыз жоқ. Атарға берем деп қыз тәрбиелемеді деп әкесі мен шешесі қуып барып, әкесі шетке шақырып ұрысып жатыр дейді. Айналайын қызым-ау, манаға ұқсаған қара домалақ ауылда да бар еді ғой, неғып айналаға кеттің деп айқайлап ұрысып жатса, қыз бала ғой. Екі жастың ортасында уәдесі бар шығар. Әкесін алдап арман жатыр дейді. Папа, бұл жерді зерттедім, жердің асты тола байлық екен, алтын, уран, бриллиант бәрі бар екен. Ертең мына жерден завод ашылады, мына жерден фабрика ашылады. Бұл жер үлкен район болады екен. Біз тұрған үй сол районның центрі болады екен деп тұр. Сөйтсе әкесі қызына қарап тұрып айтады дейді, шырағым-ау, бұл жер центр боламын дегенше сен кемпір боласың. Оңайдан ойлап тастыңыз. Көрмеге әлім сыймай алқынамын, мен дағы биік шыңға талпынамын. Бүгінгі дүбірлеген дүрмек тойға сау саламет келдің бе жалпы бәрің. Тойларыңыз дайым тойға ұлассынша ту көтерген тоққұжа балаларың келді. Thank you.
Savlasın bu benim arası Avum salayım salayım Kırmırası Girip gidip yürüyük amandası Ökülübüz kastım kara şaşımız Fayda bulmuş kaytarmayı Ökülübüz kastım kara şaşımız Fayda bulmuş kaytarmayı Avmuş paralı Yolunu vaydı Yiğiter balanın yanayı Kayıtlar uyandı Hayretten vaydı Yine almayız köşelek ziyalarayı Ökülürüz asıl her şaşımız Hayda bunu kaydarlar yediniz Ökülürüz asıl her şaşımız Hayda bunu kaydarlar yediniz Bir Allah'a bağlangan el, toydumanı olmasa sağıngan el, Kuda orada aşırıp en aytkanda şapalar sokmaydı dağılgan el ağay. Bir kuşunu sokmaydı. Коллективне de bir tabak demli verdi ayıp. Ya bundan sonra karı yıkıyor, jamak yıkıyor. Bu da var. Kudaşalarda bir canlı dostluğum ortaga bir geçerse kudaşları kendinize bizden apalar sizlerden özlerinizden osunda otkan ağalardan özlerinin zamanında çıkan en Jan Kurum'un degen tamaşamen bastap berek armen kana jalgay jatarım sizlerin bileringizge байланысты kendinizге bilin.
Güneşin